Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла сөзін қалай қолданған дұрыс? Алла ма, жоқ әлде Аллах па? Бұл енді жиі кездесіп жататын сұрақ. Кей адамдар Алла деп қолданып жатса, кейбір адамдар Аллах деп жатады. Баспасөз беттерінде бір мақаланың ішінің өзінде кейбір жерінде Алла деп жазылған болса, кейбір тұсында Аллах деп жазылып тұрғандығын жиі байқап жатамыз. Қарап отыратын болсақ, әлемдегі халықтардың бәрі де сырттан, бөгде тілден сөз қабылдағанда өз тілінің табиғи ерекшелігімен қабылдайды екен. Тіл ғылымының мамандары араб тілінен біздерге көптеген сөздердің енгенін айтқан. Соның ішінде қарасақ, мұғаллимун деген сөзді қазақ халқында мұғалім деп айтады. Қаламун сөзін қалам, дафтарун сөзін дәптер дейді. Есімдерді қарасақ, Али сөзін әлі, Юсуфты Жүсіп, Яқупты Жақып деп бабаларымыз қазақ тілінің өзіндік тілдік ерекшелігіне сай атаған. Абай атамыз Алланың өзі де рас, сөзі де рас дейді. Немесе Алланың пайғамбардың жолындамыз деген сияқты өлең жолдарын қарайтын болсақ, бабамыз Алла деп қолданғандығын көруімізге болады. Одан әрі бұқар жыраулардың өзі бірінші тілек тілеңіз, бір Алладан жазбасқа дейді. Немесе айташы Алланы айт, аты жақсы Құдайды айт деп айтады. Кезінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесі де Алла деп айтып, Алла деп жазу керектігі жөнінде пәтуа шығарғандығын білеміз. Ендеше осы Алла деген сөзді байырғы қазақы қалпында табиғи болмысымызға сай Алла деп айтып, Алла деп жазғандығымыз жөн болады.